Hello everyone, my name is Dinara. I'm a student of Kostana Pedagogical College, and today's our theme is my holidays and travel. Бәріне сәлем, менің есімім Маряк Динара, және де мен Қостанай педагогикалық колледжінің студентімін. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің демалысым және саяхатым. Before we start our lesson, let's watch the video and try to guess what the lesson is going to be about. Қазір бейне жазбаны қарап, сабақта не туралы әңгіме қозғалуы мүмкін екендігін табуға тырысайық. This is the way we put on our t-shirt, put on our t-shirt, put on our t-shirt. This is the way we put on our t-shirt. We get dressed every day. This is the way we put on our pants, put on our pants, put on our pants. This is the way we put on our pants. We get dressed every day. This is the way we button our shirt, button our shirt, button our shirt. This is the way we button our shirt. We get dressed every day. This is the way we put on our socks, put on our socks, put on our socks. This is the way we put on our socks. We get dressed every day. Yes, you're right. Our theme is going to be about clothes. Дұрыс айтасыңдар, бүгін біз әртүрлі киім атауларымен танысамыз. After watching the video lesson, you will be able to identify 10 items of clothes, to apply colors for describing clothes, and to use adjectives to describe clothes. Let's learn new words. Жаңа сөздермен танысайық. The first. T-shirt, T-shirt, T-shirt. Жейде, футболка. For example, this T-shirt is for real superhero. Бұл жейде нағыз супергеройға арналған. Jeans, jeans, джинсы. For example, I like wearing my blue jeans. Мен өзімнің көк джинсымды кигенді ұнатамын. Shorts, shorts, шолақ шалбар, немесе шорты. It is my favorite green shorts. Бұл менің ең сүйікті жасыл шолақ шалбарым. Skirt, skirt, белдемше, юбка. I have got a purple skirt. Менде күлгін белдемше бар. Dress, dress, көйлек, платье. For example, I haven't got a green dress. Менде жасыл көйлек жоқ. Hat, hat, қалпақ, шляпа. This hat is for sunny days. Бұл қалпақ күн шуақты күндерге арналған. Sandals, sandals, сандали. For example, these are my new sandals. Бұл менің жаңа сандалиларым. Sunglasses, sunglasses, күннен қорғағыш көзілдірік, солнцезащитные очки. For example, look at my new red sunglasses. Менің жаңа күннен қорғағыш көзілдірігіме қарашы. Swimsuit, swimsuit, шомылу киімі, купальник. Mom, where is my swimsuit? Анашым, менің шомылу киімім қайда? Raincoat, raincoat, жаңбырдан қорғаушы плащ, дождевик. For example, raincoat is for rainy weather. Жаңбырдан қорғаушы плащ, жаңбырлы
ауа райына арналған. Қазір біз дәл қазіргі сәтте қандай киімді киіп жүргенімізді айту үшін қолданылатын сөйлем құрылымымен танысамыз. Ол үшін біз бірінші I, яғни қазақша мен деген бастауышымызды қойып аламыз. Одан кейін am қосымша етістігімен біздің негізгі етістік wear, яғни кию сөзіне ing жалғауын жалғаймыз. Негізінде ing жалғауы дәл қазіргі сәтте бізді немен айналысып жатқанымызды немесе қандай киімді киіп тұрғанымыздығын білдіру үшін қолданылатын жалғау болып табылады. I am wearing біз дәл қазіргі сәтте не киіп тұрмыз? Толығырақ сөйлеммен қарастыратын болсақ, I am wearing my new blue jeans today. Мен бүгін өзімнің жаңа көк джинсымды киіп жүрмін. My, менің, new, жаңа, blue, көк, jeans, джинсы, today, бүгін. I am wearing my new blue jeans today. Сөйлеміндегі I am, яғни біздің бастауыш, және қосымша етістігімізді бірге, немесе I'm, I, апостроф, және am, әріпін жазу арқылы жазылғанның өзінде де мағынасы бір болып қалады. Let's read the second example. I am wearing my new white t-shirt today. Мен бүгін өзімнің жаңа ақ жейдемді киіп жүрмін. Now, let's watch the story about our today's theme. Ал қазір балалар, барлығымыз бірге видео тамашалайық. Look, Nanny, I'm wearing my new blue shorts. Look, Nanny, I'm wearing my new red hat. I love holidays. Oh no! Let's check if you understand today's topic. Ал қазір сендердің тақырыпты түсінгендеріңді немесе түсінбегендеріңді білу үшін бір тапсырма орындайық. So, you should match pictures with correct sentences. Сендер суреттерді сәйкес сөйлемдермен сәйкестендірулерің керек. Okay, so let's start our checking. Қазір барлығымыз бірге тексерейік. Okay, so the first sentence. I'm wearing my new pink dress. Dress, яғни бұл бізде көйлек. The second. I'm wearing my new yellow skirt. Yellow skirt, яғни сары белдемше. The third. I'm wearing my new blue jeans. Мен қазір өзімнің жаңа көк джинсымды киіп тұрмын. This picture. So the next. I'm wearing my new red t-shirt. Қызыл жейде. Yes. So number 5. I'm wearing my new pink swimsuit. Яғни бұл бізде шомылуға арналған киім. So number 6. I'm wearing my new black sunglasses. Қара көзілдірігім. Және деген соңғысы. I'm wearing my new pink sandals. Яғни біздің сандалиеміз. Okay, so we did it together. Well done. If you want to learn more, enter Kostanay Pedagogical College and subscribe to our YouTube channel.